Жалқау мысық ертегісі. Бір үйдің мысығы бейқам өмір сүріпті. Қарны тоқ болғандықтан қимылдауға да ерініпті. Жалқауланғаны сонша, тіпті тұмсығының астынан жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға да құлқы болмайды екен. Ақыры тышқан оны «Біздің маубас» деп мазақтайтын болыпты. Бір күні қожасы 2-3 қап бидайды үйіне кіргізіп, өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қояды. Көзді ашып жұмғанша қаптың тас-талқанын шығарады. Жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық тынымсыз сытырлаған мазасыз тықырдан оянып кетеді. Сонда қаптың жібін пытырлата қырқып, дәнді күтірлете күйсеп жүрген тышқандарды көреді. Оларға ажырая қарап қойып: «Тамақ жеп жүрсіңдер ме?» деп қозғалмайды. Орнынан тұрып, тышқандарды қуып жіберуге ерінеді. «Қош, жей берсін» деп жата береді. Бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты, шашылып жатқан дәнді көреді де, анаурап жатқан мысыққа жетіп барады. «Мен үйде сен бар ғой деп сеніп жүрсем, тіпті үйге кірген ұры тышқандардың да ұсталмайды екенсің ғой. Сені несіне бағамын ей? Одан да тойға апарып құтылайын» деп сақылдаған сары аязда тоғайға апарып тастайды. Осы кезде ақ қарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан: «Жылы үйде жатып дайын асқа семірдің, тышқан аулауға да еріндің, енді қайтер екенсің? Қане, мынау қар басқан тоғайдан тамақ тауып жей қойшы» деп сықылықтап күліпті деседі.